Алтын құйрықты жылан 2 бөлім. Түсінен оянған Айсұлу жылан үйдің бір бұрышында тұрмасын деген оймен төңірегін байқастыра бастайды. Бірақ олай болмай шығып, көрген түсі сол қалпы есінде қалған Айсұлуға жыланның сөздері растай сезіліпті. Келесі күні ол шылпылдаған бір шыны сүтті еренге қойды да жыланды күтіп отырады. Көп өтпей жылан жер бауырлай келді де сүтті іше бастайды. Ішіп болған соң шешесіне қарап, «Құйрығымнан бір сүйем кесіп ал» деп тұрғанын біле қойған Айсұлу пышағын алады да, бірақ қолы қалтырап кетеді. Осы кезде түсіндегі ең соңғы бір ауыз сөз есіне түсіп, пышақты сілтеп қалғанда жыланның кесілген бір сүйем құйрығы дереу алтынға айналған екен. Онан соң жылан шығып кетті де тоғайға еніп ғайып болады. Содан бастап жылан баласы әр күні таңертең келіп бір шыны сүт ішкен соң Айсұлу оның құйрығынан бір сүйем кесіп алып отыратын болыпты. Сөйтіп олардың көзі ашылып, ауыздары асқа, ендері киімге жарыпты. Айсұлудың 7 ұлы жер-көкке сыймай ақшаны суша сапырып, көл-көсір жұмсапты. Ақыры аяқтап келгенде әр күнгі бір сүйем алтын олардың жұмырына жұғым болмайтын болыпты. «Бізге тағы да ақша керек», десіпті олар шешелерін етектеп. «Күндігіміз бір сүйем алтын болып жатыр ғой, соған да шүкір еткеніміз жөн болар», депті Айсұлу. «Егер жылан інімнің құйрығынан молырақ кесіп алсаңыз да, оның оған тидімдей де ауырсынып қоймайтындығына, біздің жоқшылығымызды түсінетіндігіне көзім жетеді. Оның үстіне ол бізге қуана қол ұшын беріп тұратындай болады маған», депті үлкен ұлы. «Болмайды, бүйсек болмайды, одан артық кесе алмаймын», депті Айсұлу. Бірақ ұлдары етегінен алып Құдайдың құтты күні жармасып, оның құлағына маза бермепті. Мазалап жанын қоймаған соң, күндердің бірінде Айсұлу оларға амалсыздан мақұл болады да, жыланның құйрығынан бір сүйемнен артығырақ кескенімде ештеңе бола қоймас деген ойға келіпті. Келесі күні келген жыланның алдынан ол толы бір шыны сүт құйып береді де, жылан сүтті ішіп болған соң, Айсұлу пышақпен жыланның құйрығынан бір сүйемнен артық жерін кесіп алады. Кескен жерден қан бұрқ ете түсіпті де, әне-міне дегенше жылан өліп қалады. Мең-зең болып қабырғасы қайысқан Айсұлудың зәре-құты қашады. 7 ұлы үйге кіріп келсе, шешесінің ботадай боздап отырғанын көріп, жердегі жыланның кесілген құйрығының алып қараса, алтын емес, нағыз жыланның құйрығы болып шығып, «Ойбай, алтын құйрықты інімізден айырылғанымыз осы-ау», деп шуласып қоя беріпті. Сөйтіп, қанағасыз 7 ағасы құйрықтарынан жер төпештеп, өгіздей өкіріп қала берген екен.